Украинаға қару сатпаймыз, Мәскеуде теракт болмақ. Ішіп кеткен қай әкім, сот қызметкері әйелді соққыға жықты. Шетел әншілері Алматыдағы зілзаладан қорқып келмеді. Дизайнер Ая Шалқар жігітімен құтыртты. Ерке Есмахан сөмкесімен мақтанды. Сәлем достар, бұл білген дұрыс, және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де жаңалық алда, әдеттегідей каналымызға тіркеліп, мына шығарылымға лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаймыз. Ал біз бастайық. Бақ пен әлеуметтік желілерде Қазақстан Укрспецэкспорт компаниясы мен Украина қарулы күштерінің қажеттіліктері үшін ресейлік әскери өнімдерді сатып алу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қорғаныс министрлігі 2022 жылдан бастап Қазақстанда қару-жарақ пен әскери техниканы экспорттауға тыйым салынғанын еске салды. Мұндай қауесеттер Қазақстан Республикасының беделін түсіруге бағытталған. Осыған байланысты азаматтар мен бақ өкілдерін таралып жатқан қауесеттерге емес, тек ресми ақпарат көздеріне сенуді сұраймыз делінген таратылған хабарламада. Бұған дейін ресейлік бақта Укрспецэкспорт Украинаның қажеттіліктері үшін ресейлік қорғаныс өнеркәсібі өнімдерін сатып алу туралы Қазақстанмен келіссөздер жүргізіп жатқаны жайлы ақпарат пайда болған еді. Десе де мұндай ақпараттың ресейліктердің таратқанының өзі де тегін емес, мұнда саяси астар бары түсінікті. Жоқтан бар жасап, жалған ақпар тарату солардың жұмысы. Ресейдің жалдамалы бақтары осылай шолап тұрады. Қожайындары дұшпанды әр түкпірден бір іздеп, не істерін білмей жатыр. Мүмкін майдандағы жағдайы онша болмай жатқан шығар. ақш-тың Ресейдегі елшілігі экстремистер алдағы 2 күнде Мәскеуде теракт жасауды жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Елшілік көпшілікті адамдар көп жиналатын жерлерге бармауға және бақтағы жаңалықтарды қадағалап отыруға шақырды. Мұндай ақпарат басқа да елдердің ресурстарында айтылып жатыр. Экстремистердің Мәскеудегі көпшілік іс-шараларда, соның ішінде концерттерде, лаңкестік әрекеттерді ұйымдастыруды жоспарлап жатқаны туралы ақпаратты қадағалап отырмыз. ақш азаматтарына алдағы 48 сағат ішінде адамдардың көп жиналуына жол бермеуге шақырамыз делінген хабарламада. Терактың бетін аулақ қылсын әрине, дегенмен өз елінің әр азаматын бағалау деген міне осы. Мұны ресейліктерде үйрену қажет. Осы орайда 1-2 күн бұрын Ресейде қауіпсіздік қызметі бірнеше терактының алдын алды. Карелияда лаңкестік жасамақ болғанымыз ұлты Беларусь белсенді азаматын ұстаса, Мәскеуде синагогаға бағытталған топтық шабуылдың алдын алды деп хабарлайды ресейлік бақ. Вилаят Хорасан діни радикал тобының қатысушылары Калуга облысындағы жеке үйде жасырынған. Оларды ұстамақ болған кезде күдіктілер қарсылық көрсетіп, арнайы қызмет оқ атуға мәжбүр болған. ФСБ мен күдікті исламистер арасындағы атыс 7 наурызда таңертең Коряков ауылында болды. Мы же можем начать. Как ты подумал по поводу того, что это... Ну точно не выпил. Это может быть 9-миллилитровый стреляет. Олардың ішінде 2 күдікті Қазақстан азаматтары 35 жастағы Сәбит Әшірәлиев және 32 жастағы Жәнібек Тасқұлаев мерт болды. Елшіліктер хабарлағасын, ФСБ жедел біреулерді ұстап жатыр ма? Әлде шын терактылар басқа ма? Әзірге белгісіз. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі әдеп жөніндегі кеңесі қызметтік тексеру барысында Қарағанды облысындағы Ғабиден Мұстафин ауылының әкімі Қайрат Құсайынов 3 наурызда алкогольге мас күйде қызметтік көлік басқарғанын растады. Атап айтқанда, ол анасына күрделі ота жасалғанын, 3 наурызда оның ауруханадан шыққанын, кейін ол қуанышты жайтқа байланысты ішімдік ішкенін, одан соң көршілерін үйлеріне жеткізіп салу мақсатында көлік басқаруға отырғанын айтты. Бірақ бұл ретте оған жол полициясының қызметкерлері келіп, оның атына әкімшілік хаттама толтырылған. Құсайынов кәсіби этика нормаларын бұзғанын мойындады.
Осылайша Бұқар Жырау ауданы Ғабиден Мұстафин ауылының әкімі мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынғаннан кейін қызметінен босатылды. Мұндай шешімді Бұқар Жырау ауданының әкімдігі қабылдапты. Бұл бұрынғы әкімнің алғаш рет заң бұзу емес екені белгілі болды. Ол бірнеше жыл бұрын қызметтік көлікті мас күйінде айдағаны үшін ұсталып, жүргізуші куәлігінен айырылған. Әкімді әкімшілік жазаға тартты деген осы. Құрметті достар, ішімдік ішпе дегенді тыңдамасаңыздар да, ішкен күйі көлік басқармаңыздар, қызметтен қалып қоясыздар. Негізі қуанышты жайды басқаша да тойлауға болады. Мысалы, ауруханаға мандарин апарып. Атырауда жолаушы автобус жүргізушісін балағаттап соққыға жыққан, жүргізушіні балағаттап соққыға жыққан ер адам қазір ұсталды. 5 наурыз күні сағат 14:40 шамасында 47 жастағы ер адам 22 бағытта қатынайтын қоғамдық көліктің жүргізушісіне күш қолданып ұрып соққан. Қазір 49 жастағы жүргізушіге келтірілген дене жарақатын анықтау мақсатында сот медициналық сараптама тағайындалды. Ұсталған күдіктіге қатысты бұзақылық дерегімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Қатты соққы салдарынан жүргізушінің беті мен көзі ісіп кеткен. Жолаушы валидаторды да қоса сындырған. Мүмкін жолаушы жүргізушіні өзінің жеке қызметкері деп ойлап қалған болар. Отбасылық зорлық зомбылық емес, қоғамдық зорлық зомбылық болды ғой бұл. Жолаушылар шөпірлерді сабай берсе, автобусты кім айдайды? Көктем келіп, кейбір адамдар көтеріліп жүрген секілді, өкінішке қарай 8 наурызда біздің елде осындайда жағдай болады. Қараңыздар заманның батырларын. Меня открывает, блядь. А? Меня открывает, блядь. Что вчера было? А? Что вчера было, блядь? Охуел, блядь. А? Что вчера было, блядь? Блядь, что вчера было, блядь? А? Сука, блядь. Я тебя устрою, блядь, как убегать нахуй. Смеешься? А? Давай поговорим. Не мираться. Краво поговорим, блядь. Видеода Алматының сот сараптамасы институтының сарапшысы Алмас Маратовқа қатты ұқсас адам жұмыс орнында әйелді ұрып соғып жатыр. Видеодағы әйел еркекке таныс екенін түсінуге болады. Мүмкін мейрамға сыйлықты осылай бергісі келген болар. Басқа жағынан әлсіз еркек қана әйелге қол көтереді. Бишімбаевтың резонансы да сабақ болмайды екен есірген еркектерге. Мына видеодан кейін әйел мына батырмен қалмайтын шығар. Осы оқиғаның сараптамасын өзі емес, басқа біреу жасайтыны қандай жақсы, бірақ бұғанда сенімсіздік бар. Ал жалпы мына кісінің ми сараптамасын жасату керек. Қаһарлы да өжет Қазақстан полициясы осы оқиғаны жылы жауып тастамайтын болар. 4 наурызда болған жер сілкінісінен кейін әнші Инна Алматыдағы концертін кейінге шегеріпті. Өкінішке қарай, осы аптада Алматыда болған жер сілкінісіне байланысты промоутерлер қауіпсіздік басымдық деп шешіп, концерттерді кейінгі мерзімге ауыстыру туралы күрделі шешім қабылдады. Мен ертең бірге көңіл көтере алмайтынымызға өкінемін, бірақ қауіпсіздік бәрінен де жоғары деп жазды румын әнші әлеуметтік желіде. Концерттер 8 және 9 наурызда өтуі керек еді. Олар 29 сәуірде Алматыда және 30 сәуірде Астанада болатын болды. Иннаның фанаттарына обал болды ғой. Дегенмен 1,5 ай күте тұру керек енді. Бұған қуанатын тек әндерді жаратпайтын молдалар ғана шығар. Өйткені махаббат туралы әндер харам екен. Халәулім ай, халәулім. Музыка тыңдау шариғаттағы үкімі. Кез келген
адам баласының нәпсін қозғайтын, адам баласының дене мүшелерін тұрған жерінде қимылдатқызатын, және Аллах тағаланың зікірінен тосатын, ешқандай мән мағынасы жоқ, өмірдің рахатына, махаббатқа, ғашықтыққа, зынаға шарлайтын кез келген музыка түбегейлі харам. Жақсы ма? Түбегейлі харам. Енді музыкалардың ішінде анаға байланысты, әкеге байланысты, мемлекетке байланысты, отанға байланысты, сондай бір жақсы мән мағынасы бар музыкалар, бұл бағанағы харам сияқты харам емес. Бағанағы харам сияқты не емес? Ол харам емес. Бірақ не де емес, ол халал да емес. Бұл Сарыағаш ауданындағы Қоңыр ата мешітінің наиб имамы Нұрсұлтан Қасымовтың сабақ өту барысындағы сұрақ жауап кезінде айтқан пікірі. Ол өз сөзінде ата-ана туралы, отан, мемлекет тақырыбындағы жалпы патриоттық сезімді оятатын әндер не харамға, не халалға жатпайды деген. Оның орнына барабанды даңғырлата отырып орындалатын нәшеттер, яғни діни өлеңдер, дастандар және Аллаға құлшылық етуді насихаттайтын әуендерді тыңдау халал деп айтқан. Анау, мынандай не бар ғой, барабан соғатын, соғатын, ұратын, қолмен ұратын барабан. Сонымен айтылатын нәшиттер, кез скрипкамен, сырнайлармен айтылатын нәшиттер емес, тек қана барабанмен айтылатын нәшиттер. Не болмаса барабанмен айтылатын бір баяндар, dastanдар, халықтарды бір Аллаға шақыратын, құлшылық ғибадатқа шақыратын, ауызбіршілікке шақыратын әңгімелермен, шерлермен, өлеңдер, әндер, олар халал. Нұрсұлтан Қасымов сөзін біреулер түсініксіз түрде қысқартып, желіге жүктеп жіберген дейді. Наиб имамның сөзін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да қолдады. Музыкалық аспаптармен одан шығатын әуендер харам емес, бірақ адамды азғындыққа үндейтін әндерді орындаудан да, оны тыңдаудан да аулақ болу керек дейді. Адам баласының нәпсісін қозғайтын, оның дене мүшелерін қимылдатқызатын дегенде, қай әннің нәпсіге әсері барын кім және қалай анықтайды екен? Сосын белегендегі дененің қозғалғаны дене мүшелерін қимылдатқызатын дегенге жата ма екен? Нұрсұлтан бауырды Иннаның концертіне точно апармаңдар. Актер Асқар Ильясов пен модель, дизайнер Айя Шалқардың бірге жүргені мәлім болды. Ол Инстаграм желісінің сторисінде танымал актер Асқар Ильясовпен бірге түскен суретін жариялап, құрметті қыздар, мейрамыңыз құтты болсын, менің сендерге деген сыйлығым бүгін шын жүректен құрбыларыңнан құрбыларыма деп жазған ол. Ой, рахмет! Қазақстан қыздарының 8 наурызға алғысы келетін сыйлығы Айяның жігітімен фотосы еді. Иә, келесі жылда жігітпен фотосын сыйлар. Айя Шалқардың шын есімі Аяулым, жоғары білімін Францияда алған. Ол қазақ, орыс, ағылшын, француз, неміс тілдерін жетік меңгерген. Аш брендінің негізін қалаушы. Сон Паскальдың «Мен сені сүйемін» және Джахалиптің «Медина» бейнебаяндарына түскен. Бұған дейін Айя Шалқар белгілі клипмейкер Айсұлтан Сейітовпен әмпәй-жәмпәй болған. Бірақ оның үтіктеп жатқан жалаңаш торсын жарияламаған еді. Әнші Ерке Есмахан әйелдер мерекесі қарсаңында күйеуі табыстаған сыйлықты көрсетті. Ол райым тарту еткен сөмкенің құны 12 миллион теңге екенін айтты. Рахмет саған жүрегім, мені бақытты ету үшін қолыңнан келгеннің бәрін жасауға дайынсың, бағалаймын деп басталған алғыс нақты фактілермен жалғасты. Биркин 25 сантиметр, түсі роуш, осы жылдың тренд түсі, бағасы шамамен 12 миллион теңге дейді Ерке. Осыған дейін Ерке Есмахан жер сілкінісінен кейін Алматыдан вилла сатып алғанын айтқан болатын. Вилласы жоқ Алматы тұрғындары қайтпек екен енді. Жалпы Ерке ханым байлығы барын сенімді түрде жеткізуде халыққа, бірақ өз ойын үнемі сенімді жеткізе бермейді. Рахмет, көп рахмет. Айналасы ба, Ерке? Осы Мен емес айтқан.
сөзіңіз маған өтіп кетті да. Ойымды бөліп жібердіңіз. Мен негізі осы Бірінші кезекте жеке тұлға әнші деп таниық, біреудің әйелі емес. Ал сіздердің ойларыңызды ешкім бөлмейді. Комменттерге сенімді жаза аласыздар. Бүгінгі шығарылымнан не нәрсе көбірек шок қылды? Бөлісе отырыңыз. Бұл білген дұрыс жаңалықтардың кезекті саны болды. Каналымызға жазылыңыз, лайк басыңыз. Бізді қолдаудан жалықпаңыз.